бойымыздағы сәттілік қайда жасырылған? Осы сұрақтың жауабын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Қолдауыңызға рахмет. Адам өмірде бірталай нәрсені тезірек алғысы келеді, асығады, яғни, және де оған жетуде қатты қиналады, қателеседі, бірнеше сәтсіздіктерге ұшырайды. Ақыр соңында өзі сол ауыр депрессияға түсіп, күйзеле бастайды, күйзеліске түседі. Сол кезде айтады: менің өмірім жақсы болған жоқ, мен көптеген қиындықтар көрдім, көптеген сәтсіздіктерге душар болдым деп шағымданып жатады. Өмірдің мынау бұралаң жолдарында табысқа жетуге, сәтті болуға, өмірдің сәтті болуында өте қиын. Яғни сіз өзіңіздің өміріңізді жоспарлай білмесеңіз, кейбір шарасыз қалған жерлерден жіпсіз байланып қалсаңыз, ол өте қиын. Ашығын айтқан кезде біздің өзегімізді өртеген қиындықтар ол біздің қиялымыздың жемісі, былайша айтқанда, воображениеміздің жемісі. Яғни неден қорқамыз, сол нәрсе міндетті түрде болады екен. Сол үшін жаман ойлардан, қорқынышты ойлардан аулақ болуымыз керек. Жалпы алғанда шарасыздық, не болмаса үмітсіздік бізді ешқандай жақсы нәрсеге жетелемейді. Мысалы, сіз бір нәрсеге тырмысып, алдыңызға мақсат қойып, сол нәрсеге бойынша жұмыс істеп жатсыз, бірақ сізді бір қандайда бір кедергі, бір шарасыздық, күйзеліс ойыңыздағы, миыңызды жеп бара жатқан ой санаңыздағы шешілмейтін мәселе бар сияқты, сол нәрсені мүлде күніге, сағат сайын, секунд сайын сол ойда, бір орында айналып тұра берсеңіз, ол сіздің күшіңізді, яғни энергияңызды алып қояды. Яғни алға қойған үлкен мақсатыңызға жету жолындағы жағымды энергияңызды сіз құр бекерге, жаман энергияға жұмсап қоясыз. Сол кезде сізге бүкіл айналаңыз, яғни отбасы мүшесі болсын, жұмыстастарыңыз болсын, барлығы сізге бүкіл әлем қарсы тұрғандай болып көрінеді. Яғни сіз не айтсаңыз да, олар сізге не айтса да, бәрін қалыпты қабылдамайсыз, положительно қабылдамайсыз, оларға раздраженно жауап бересіз. Осындай кезде не істеуге болады? Оның жауабы өте қарапайым. Аяғыңыздан нық тұрасыз, басыңызды мақтанышпен көтересіз, және алға қарай ұмтыласыз. Жаман ойды ойламайсыз. Дүниеде адамның өзінің қалауы болмаса, ішкі түйсігі, ішкі сенімі болмаса, ол нәрсе орындалмайды. Яғни біз нені қалаймыз, қаншалықты біздің қалауымыз дұрыс, соншалықты ол нәрсе орындалады. Яғни сіздің өткен өмірдегі құлауыңызға не себеп болды? Және сол өткен өміріңіздегі құлауыңызды келесі өміріңізде тәжірибе ретінде, сабақ ретінде аласыз. Яғни тура сол жолмен жүресіз, бірақ өткен өмірдегі сол қателікті, жүріп өткен жолыңыздағы қателіктерді келесі жолы қайталамауға тырысыңыз. Және де шынымен айтамыз, біздің ойымыз қорқынышты болса, қорқынышты ойлар, жаман ойларды ойласақ, ол міндетті түрде болады. Сол үшін жаман ойды ойламаймыз. Тағы бір айта кететін нәрсе, кез келген нәрсені, кез келген материалдық дүниені, байлықты біз ақша тауып, қайтадан орнына келтіруге болады. Бірақ өмірімізді еш нәрсемен келтіре алмаймыз, сатып алмаймыз өмірімізді. Ол мүмкін емес нәрсе, өмірді сатып алу деген. Ал кейбір сәттерде ақша бізге сондай бір қиыншылық алып келеді. Кейбір сәттерде ақша бізге шаттық, бақыт сыйлайды. Сол себептен өмірде сатып алатын нәрселер болады, сатып ала алмайтын, ақшаға келмейтін нәрселер болады. Сол себептен жаман ойларды мүлде ойламаймыз, ол ойларды басқа нәрсеге ауыстырамыз. Аяқ қолымызды тұсаулайтын жаман ойларды мүлдем ойламаймыз.
тек қана алға жылжимыз. Алдымызға үлкен бір мақсат қоямыз, сол мақсат жолында алға жылжи береміз. Жаман ой дегенді мүлде ойламаймыз. Сәттілік ол өзіміздің оған деген көзқарасымыз. Яғни сіз сәттілікке қандай көзқараспен қарасаңыз, яғни сәттілікке сіз дұрыс көзқараста болсаңыз, сіз күшті боласыз, сіз бай боласыз, сіз өзіңізге сенімді боласыз. Сонымен қатар барлық алдын ала білгіңіз келетін пікірлерді мүлдем ойламаңыз. Яғни сізге біреудің не айтқысы келіп тұр, оның ойы, алдағы ой жоспары қандай, мақсат жоспары қандай, оны білудің ешқандай қажеті жоқ. Бәрі жұмбақ күйінде қалу керек. Және айналадағы адамдарға жаңа форматта, жаңа тәсілмен жауап беруге тырысыңыз. Яғни бұрынғы бір сарынды жауап бермей, басқаша түрлендіріп жауап беруге тырысыңыз. Яғни ашуланбай, сізді ашу тудыратындай сұрақ қойып тұратын болса, сізді ашуландыратындай сөздер айтатын болса, оған агрессия көрсетудің ешқандай қажеті жоқ. Ол агрессия көрсету сізге де пайда әкелмейді, келесі сөйлесіп тұрған адамыңызға да ешқандай пайда әкелмейді. Сізді айыптағысы келіп тұрған, сізге мін таққысы келіп тұрған, сізді былайынша айтқанда таптағысы келіп тұрған адамға оның түкке де пайдасы жоқ, сізге де пайдасы жоқ. Ол сізді таптағысы келіп тұрған, сізді қаралағысы келіп тұрған адамның өзінің табиғаты. Яғни сізге лай атқысы келіп тұрған адамның қолындағы лай, ол өзінің бойында қалады. Сізге жағылған лай, ол жусаңыз кетіп қалады. Сол себептен біреудің айтылған сөзіне, сізге қаратып айтылған, сіз туралы ойлаған сөзіне, сіз туралы айтылған пікіріне мән бермеңіз, былайынша айтқанда. Сонымен қатар сізге берілген, екінші рет берілген мүмкіндікті Алла тағала шеберлігімен неше түрлі пендесіне мүмкіндіктер береді. Сол мүмкіндіктерді өз пайдамызға дұрыс пайдалана білуіміз керек. Яғни қазіргі деңгейімізден жоғарырақ өмір сүруге талпынуымыз керек. Қазір қандай өмір сүріп жатсыз? Сол деңгейден бір саты көтерілуді ойлаңыз, бір саты көтерілудің жоспарын құрыңыз, өмірге құлшыныспен қараңыз, өмірді сондай құштарлықпен жақсы көріңіз, өзіңізді жақсы көріңіз. Ешқашан мүмкіндігіңізді жіберіп алмаңыз. Қай жерде болмасын, қандай сәттерде болмасын, сізге мүмкіндік туып тұрма, оны пайдалана біліңіз. Ұялшақтық дегенді тастаңыз. Ұялу, сұрамау ұят, біреуге көмектеспеу ұят. Яғни сізге өзіңіздің мүмкіншілігіңізде бір нәрсеге қол жеткізуге болып тұр, қол жеткізу мүмкіндігі болып тұр, бірақ сізге ол адамға, ол нәрсеге жалыну керек болды. Демек, сіз жалынуыңыз керек, оны жасай аласыз. Өйткені сіз өзіңіздің алдыңыздағы мақсатта сол тұр, соған жетуіңіз керек. Және де айналадағы мұқтаж адамдарға, сондай бір қатты мұқтаж адамдар болады ғой, оларға көмектесу керек. Оларға көмектеспей қойсақ, ол әрине ұят болады. Қанша адам сізге қара күйе жағып, сын тағып, мін айтып атса да, Алла тағалам сізге мейірім мен береке берсін деп дұға тілекте болыңыз. Үнемі дұға тілекте болыңыз. Айтады ғой, адамнан сұрама, Алладан сұра дейді. Тек қана бір Аллаға сыйынып, құлшылығыңызды жасап, Алладан ғана медет күтіңіз. Және де қарапайым бір шындық бар, соны есте сақтаңыз. Алтынды адам күрекпен қаза бастаған кезде экскаватор қазып жатқан, алтын қазып жатқан экскаватордан аз табады. Демек, сіз алдыңызға өте үлкен мақсат қойыңыз. Мейлі ол қандай болсын, өзіңіздің шамаңыз келетіндей үлкен мақсаттар қойыңыз. Тіпті ол ұзақ уақыт алса да, сол мақсат бойынша жұмыс істей беріңіз.
және уақыты келген кезде сіз ол қойған мақсатыңызға қуанасыз, шаттанасыз. Содан кейін арманыңызға, алға қойған арман мақсаттарыңызға қазірден бастап майдалап азғантайдан қадам жасай беріңіз. Бір күндердің күнде сіз өз мақсатыңызға жететін боласыз. Және де сол мақсатыңызға, үлкен мақсатыңызға жету жолында сіз ол қадамдарыңызды бірнеше аз ғана бөліктерге бөліңіз. Бұл жеңіс стратегиясы деп аталады. Және де сәттілік әрдайым өзіне дайын болған адамдарды күтеді. Яғни сіз сәттілікке дайынсыз ба? Сәттілік сізді күтеді. Сізден теріс айналып кетпейді. Сізді сәттілік әрқашан күтеді. Тек сіз ол сәттілікті қабылдауға дайын болыңыз. Және де бұл сонымен қатар ақшаға да байланысты. Егер сіз миллиондарды басқаруға дайын болмасаңыз, демек сіз ол ақша сізге келмейді. Ол ақшаны сіз алмайсыз, таба алмайсыз, жарата алмайсыз да, ұқсата алмайсыз да. Ойша миллиондаған суммаларды есептеп, ойша өзіңіздің миллиондаған табыстарыңызды ойлаңыз. Шынымен де миллион тауып, табыс тауып жүргенде, ай сайын миллион тауып жүрген сияқты, ай сайын күн сайын миллиондаған табысты игеріп отырған адам сияқты ойлаңыз. Тура бір қалтаңызда миллион ақша бар сияқты сезініңіз және соған қарай әрекет жасаңыз. Сол кезде сіз міндетті түрде миллионер боласыз. Өмірде, және де айтатын нәрсем, өмірде белгілі бір өзінің межесіне, өзінің белгілі бір мәртебесі бар, мақсатына жеткен, сәттілікте жүрген адамдарды іздеңіз. Сол адаммен сөйлесіңіз, сол адамның ойындай ойлаңыз. Ол адаммен бетпе-бет живой тілдесіңіз. Сәттілік есіңізде болсын. Сәттілік ол жұқпалы. Сіз табысты адаммен тілдесе бастасаңыз, табысты адаммен сөйлесе бастасаңыз, достассаңыз, сізге ол еш нәрсесін бір тиынын да бермесе де, ол сізге жағымды сәттілік энергиясын береді. Ол сізге сәттілік күшімен бөлісе алады. Және де ешқашан да жаман ойды ойламаңыз. Үнемі жаман ой басталып келе жатқан кезде бірденен ол ойды позитивке айналдырып үлгеріңіз. Сол кезде сізде барлығы жақсы болады. Өмірді сүйіңіз, өмірге махаббатпен қараңыз, өмірді тек қана жақсы көріңіз, өзіңізді жақсы көріңіз.